Баршаңызға сәлем. Сіздің менің каналымды көріп отырғаныңызға өте қуаныштымын. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Мен сіздерге осындай өте дәмді 5 минутта дайын болатын рулет жасауды көрсетемін. Ол үшін печенье керек. Кез келген печеньені ала берсеңіздер болады. Мен осындай печенье алдым. Және шоколад. Шоколадтан да өздеріңіз қалаған шоколадты ала бересіздер. Мен Альпенгольдты алдым. Қазақстанмен жасасаң да болады. Және сгущенка, яғни қою сүт. Менің қою сүтім осындай ыдыстағы қою сүт және алдын ала дайындалған кремімізді қосамыз. Осындай шамада крем алдым және какао. Какаоны бір үлкен ас қасықпен алсаңыздар, сол жеткілікті. Видеоны бақылап отырыңыздар, каналыма жазылып подписация етіңіздер, барлығын аяғына дейін көріңіздер. Және 3 банан және мандарин. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін бар болғаны қызыл подписацияның үстін бір рет бассаңыз болды. Содан кейін менің барлық тамағымның түрлері сіздерге міндетті түрде көрініп отыратын болады. Міне мен барлық заттарды алдын ала дайындап қойдым. Ешқандай от, газ, пешсіз бірден дайындай беремін. Барлығы дайын заттар 5 минутта дайын болады. Алдымен печеньені блендерге өткізіп үгітіп аламыз. Мен печеньені бүтіндей сала салдым. Негізі блендерге жеңіл болу үшін ол печеньені бөліп салсаңыздар да болады. Және осы печеньемен бірге какаоны да бірден қосып араластырып бірден блендер өткізіп береді. Міне менің печеньем үгітілген түрі осылай дайын болды. Міне. Какао араластырылған печенье. Енді осыны ыдысқа салып, блендерімізге бананымызды саламыз. Яғни мен бананды осылай бөліп, осындай көлемде бөліп салдым. Айтпақшы қыздар, бағана видеоның басында мен 3 банан көрсеткен едім, бірақ маған 2 банан жетті. 2 банан жетеді екен. Мен бұл рулетті сіздермен бірге бірінші рет жасайын деп тұрмын. Сондықтан қажетті нәрселерін айтып отырмын. 2 банан жетеді екен. Бананды осылай бөліп салып, үстіне жаңағы қою сүтімізді шамамен өзіміз қалағанымызша құямыз. Өте көп құйып жібермеңіздер. Қазір печеньені илеген кезде өте сұйық болып кетпеу керек. Енді осы сұйық қою маймен бананымызды блендермен өткізіп аламыз. Менде осындай әдемі, иісі де керемет, дәмі де керемет сұйықтық пайда болды. Енді осы сұйықтықты жаңа үгітілген печеньеміздің үстіне құйып илейміз, яғни қамыр илегенде қып. Арасында түйіршік банандар кетіп қалған, ол ештеңе етпейді. Банан жұмсақ көкөніс болғандықтан қолымызбен езіп жіберсек те болады. Міне осылай илейміз. Және осындай қамыр илеген сияқты қолмен илеп, ар жағын осындай нанымыз, яғни рулеттің наны дайын болады. Пергамент қағазға салып, рулетіміздің нанын пергамент қағазға салып, оны барлық шетіне жеткізіп, қолымызбен немесе өздеріңіз қалағанша оқтаумен жайып, біркелкі қылып, 4 бұрышты етіп жайып шығамыз.
қамыр теп-тегіс болу керек, себебі рулеттің бір жері томпайып қалмас үшін. Мандариндерімізді тазалап аламыз. Рулеттің көлеміне қарай мандарин қоссаңыздар болады. Менде жаңағы 5 мандарин рулетімнің барлық шетіне жетті. Яғни сіздердің қамырларыңыз, яғни астына қоятын нандарыңыз ұзын болса, 5 мандариннен көбірек мандарин қосуыңыз мүмкін. Енді осыны пергамент қағаздың көмегімен ішке қарай ораймыз. Және шетінен пергамент қағазымызды суырып алып отырамыз. Менде осындай рулет дайын болып қалды. Енді осыны 10 минутқа тоңазытқышқа, яғни мұздатқышқа салып қойып, өзіміз бетіне жағатын шоколадымызды ертеміз. Жылы отта ертіп алып, үстіне құйып шығуымыз керек. Және өздеріңіз қалағандарыңызша бетіне себетін, жағатын, сәндейтін заттармен сәндесеңіздер болады. Менің рулетім міне дайын. Менің шоколадымның арасында түйіршіктелген жүзім және дәндер болды. Солардың көмегімен менің рулетімнің түрі керемет болып тұр. Міне кесілген кезде осылай түрі де әдемі, адамның тәбетін ашарлықтай керемет, иісі де керемет. Шайға, отбасымызға шайға беруге болады. Мақтап сүйсініп отырып жейді. Қыздар, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Сіздерге ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар.